Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сіздерменен сөздік диктант жазатын боламыз. Сөздік диктант болғанмен мен буындап айтып отырамын. Іштей буынға бөліп, қайталап отырып жазатын болсақ, біз диктантты дұрыс жазып үйренетін боламыз. Және ешқандай буын, ешқандай әріптеріміз түсіп қалмайтын болады. Ал ендеше мен бірінші сөздерді оқып шығамын, мұқият тыңдаймыз, кейін жазуды бастайтын боламыз. Бірінші сөз мұғалім. Оқушы, ғарышкер, аңшы, бүркіт, ұшқыш, жылқы, кітап, журнал, қарындаш, дәптер, шаңғышы, ағаш, егінші, көпір, ойыншық. Барлығы 16 сөз. Енді жазуды бастаймыз. Бірінші сөз мұғалім. 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 Сөздік диктант болғандықтан балалар сөздердің арасына үтір қоюды ұмытпаңдар. Оқушы. Оқушы. Ғарышкер. Ғарышкер. Аңшы. Аңшы. Бүркіт. Бүркіт. Егерде сөзде қандай дауысты дыбыстар бар екеніне кішкене қиын болса білу, онда сол дауысты дыбыстарды кішкене созып айтатын болсақ, лезде біле қоямыз. Бүр дегенде бұдан кейін қандай дыбыс естіп тұрмыз? Бүркіт. Бүркіт. Ұшқыш. Ұшқыш. Жылқы. Жылқы. Кітап. Кітап. Журнал. Журнал. Қарындаш. 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 Дәптер. Дәптер. Шаңғышы. 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 Ағаш. Ағаш. Егінші. 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 Көпір. 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 Ойыншық. 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 Барлығы 16 сөз. Енді дұрыстығын тексереміз және қатеменен жұмыс жасап үйренеміз. Егерде балалар менімен естіп отыру қиын болатын болса, видеоны тоқтатып, жазып алуға және қайтадан видеоны жалғастыруларыңа болады. Бүгінге жазатын диктантымыз осы. Сау болыңдар балалар.